Тарих беттерін парақтайтын болсақ, еліміздегі алғашқы темір жол магистралі осыдан 127 жыл бұрын ашылған. Ресей аумағынан бастау олатын Орал темір жол телімінің 130 шақырымы қазақ даласын басып өткен. Қайырлы таң көрермен, бүгін еліміздегі темір жол тарихынан сыр шертетін музейге келдік. Бұл қазақ жерінен өтетін темір жол көліктерінің бағыты көрсетілген шағын макет. Елімізде темір жолға арналған 3 туннель және 3,5 мыңнан астам көпір бар екен. Ал енді музей тарихына тоқталайықшы. Бұл орталық темір жол музейі 1999 жылы 20 декабрьде ашылды. Біздің Панфилов көшесінде Старый Түркістан Сибирский здание болған. Сол зданиеда бірінші сол жақта ашылып, 2005 жылы осы Назарбаев проспектісіне көшірілді. Ең алғашқы музейді ашқан директор Шармаков Весений Семенович. Ол кісі почетный железнодорожник, құрметті темір жолшы. Қазір пенсияда. Сол кісінің ықпалы менен көптеген экспонаттардың барлығы жан-жақтан жиналып, осы музей ашылды. Мұражайда 1500-ден аса жәдігер және темір жол саласына қатысты 1000-нан астам кітап сақталған. Олардың ішінде вокзалдағы көне сағаттар мен ескі құжаттар, тіпті сонау 1934 жылы тепловоз машинистері ұстаған Қобдиша шарманка және алғашқы қоңырау да бар. Бұл 100 жылдық тарихы бар алғашқы қоңырау. Қоладан жасалған бұйым 20 ғасырдың 50 жылдары дыбыс аппаратының орнына қолданған екен. Пойыз кеткенде 2 рет, ал келгенде 1 рет соғылған. Музейде локомотивтің бірнеше түрлері бар. Мысалы, мынау 1874-75 жылдар аралығында жасалған Борсик паровозы. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай локомотивтің түрлері. Локомотив, паровоз, бумен жүрген, су құйылып, су буға айналып, бумен жүрген паровоздар 1901 жылғы. Онан кейін соғыс кезіндегі жүрген паровоз көмірменен. Онан кейіннен бізде пайда болды тепловоз, топливомен жүретін. Онан кейін электровоз бізде пайда болды. Онан кейін бізде тұлпар дейді қазіргі, мінекей жаңадан шыққан біздің электровозымыз. Музейде Қазақстан темір жол тарихының картасы ілулі тұр. Картада алғашқы темір жол магистралінен бастап, тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары қосылған жаңа бағыттарға дейін көрсетілген. Мысалы, Алматыдан біз Өскеменге бару үшін Семей арқылы Локот границасынан өтіп Өскеменге келетін. Кейіннен Алматы менен Чарскіға дейін, Чарскі менен Өскемен арасына темір жол 2006 жылы, 2008 жылы бітті, 2006 153 қашықтық километрде салынды. Онан кейін салынды Алматы менен Достық арқылы жүретін айналып, кейіннен Алматы менен Қарғосқа жол салынды. Қашықтықты қысқартып. Мына көріп тұрғандарыңыздай, мына кейіннен салынған жолдар барлығы. Назарбаев пен Қарасай Батыр көшелерінің қиылысында орналасқан мұражайға кіру тегін. Егер Қазақстанның темір жол тарихымен танысамын десеңіз, міндетті түрде осы музейге келуге кеңес береміз. Келушілер мұна кітапшаға міндетті түрде пікір жазып қалдырады екен. Мен де музейден алған әсерімен бөлісуді жөн көрдім.